Assalamu alaikum желі қолданушылары. Біздер полифосфат жапсыру жұмыстарын жасап жатырмыз. Осы полифосфат жапсыру кезінде ескеру керек болған бірнеше жайттарды жапсыру барысында айтып отырмасақ кейін ұмытып қалады. Ең бірінші, нөлін анықтап, нөлін қалай шығару керек екенде біздің осы парақшамызда видеолар бар жалпы. Нөлін анықтағаннан кейін бірінші полифосфат жапсырған кезде сол нөліне тақап қоймау керек екен полифосфатты, себебі нөліне тақап қойсаңыздар келесі полифосфаттарды қойған кезде жіптен полифосфат биік болып кетіп жатса, астындағы тастарын кәрдіге шауып отыру керек болады екен. Жалпы нөлден ары қарай төмен қарай азая береді, кеми береді, бірақ осы 2-3 қатарда кейбір биік қойылған тұстарын ойып кесу керек болады екен. Сосын полифосфаттардың осындай ашық жерлері бар, көрдіңіздер ме? Өзінен көрсету. Екінші ескеру керек болған нәрсе міне 4-5 мм мына жер ашық. Сол жерге полифосфатты орнату кезінде балшық жағып жіберіңіздер. Мына екі бетон бір-біріне мінген кезде мына жер қуыс болып қалады. Қуысты толтыра алмайды. Сондықтан да балшық жағып тас қалаған сияқты қылып орнатып кетіңіздер. Мына шетіне де балшық жағып жіберіңіздер. Үшіншісінде осы 25-тікті кескен кезде бір шетін азғантай осындай фаск жағып жіберіңіздер. Кішкене болса да ерінбесеңіздер жайып мынаумен бірдей қылып жіберіңіздер, немесе осындай шамалы ілініп тұратын болса да бола береді. Әзірге өзім қарап отқан кездерде осы нәрселерді ескермеген жерлері бар, ескерген жерлері бар деген сияқты. Осындай нәрселерді ескеріп жапсырыңыздар. Мен өзім бұндай нәрсені тәжірибеде бірінші рет жапсырып жатырмын. Жобалап ақылға салып істеп жатқан тұрмыз енді. Сол үшін көптеген қателіктер шығуы мүмкін, соны да сіздер жөріңіз үшін айтып отырамын. Бізбен бірге болыңыздар. Полифосфат жапсырайын деп жүрген досыңызға видеоны жіберіңіздер, пайдалансын. Парақшаға тіркеліп пікір жазыңыздар. Аллах берекет берсін.